Ассаламу алейкум, қадірлі қыз-келіншектер, армысыздар. Асыл арна телеарнасының тұрақты көрермендері. Эфирде тәтті тайм бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Күнсұлу Тұрғынбекқызы. Бүгін біздің бағдарламамызға белгілі театр және киноактрисасы Нұргүл Мыңғатова бізде қонақта. Нұргүл, қош келдің. Қош көрдік. Қалай, көңіл-күйің жақсы ма? Көңіл-күй керемет. Біздің бүгінгі дайындайтын тағамыз күрделеу, сондықтан уақытты үнемді түрде пайдаланып, керемет тағам түрін әзірлесек деймін. Ол үшін бізге қазір қажет болады. Алтыным, егер мүмкін болса, сен маға мына жерден мына сәбізіміз бар. Осыны бір қуырып алуымыз керек, бізге ыстық май керек болады. Осыны қазір мына жерде біздің мына неміз бар. Үккішіміз бар. Осыдан мына корей салаттары болады ғой, соған қажетті сияқты осындай ұзынша етіп турап аламыз. Ал мен мынаған майды қатты ыстып алайын. Ал одан кейін біз келесіне көшетін боламыз. Маған да сол құпия болып тұр. Бұл құпия болып тұр ма? Корей салаты ғой. Бұл пекин салаты деп айтамыз. Иә. Мен жақсы көрем. Сен жақсы көресің ба? Аздаған осылай турай бере ғой жаным. Қолыңды байқа, абайлап. Қазір біз ыстып аламыз. Сонымен бізге не керек? Қыздар, келіншектер, бізге керек бүгін тауықтың төс еті керек болады. Мына саңырауқұлағымыз керек болады. Пиязымыз керек болады. Мына қойтылған сүт дейміз, қаймақ дейміз, сливки деп жатамыз ғой. 33% болсын, жаңа қазір 10%-лықтар бар, көңіліңіздің қалаған бойынша ала қоясыз. Бізге осы қажет болады. Мына тауықтың төс етіне қалташа жасап, мына қоспаны қуырып аламыз. Мына саңырауқұлақтың барлығын қуырып алып, ішіне салып берса, сосын оны жұмыртқаға бір аунатып, онға бір аунатып қуырып аламыз да, шала қуырып, мына пешімізге салып қоямыз. Мен пешімді қыздырып қояйын қазір мінеке. Қазір бұл қосылды. Сәбіздерім бір-бірінен ажырамай жатыр. Ажырамай жатыр ма? Бұсын тату болса аз көп деген, деген ажырамай тату болайық деген ғой. Негізі өзім бұлай жасап көрмеппін, бірақ та сатып аламыз ғой енді көбінесе немесе жеңгелерім жасайды. Қазір енді сатып алмайтын, үйде қолыңнан әзірлейтінді етіп, мынау саңырауқұлақты қазір қуырып алайын. Бізге пияз керек болады. Қазір мына сұйық майымызды қазір ыстып алайын дегенім. Қазір бісмилля. Енді қазір мен түсіндіріп айтайын қыздарға. Содан кейін біз әңгімемізді өрбітетін боламыз. Мына саңырауқұлақты өте майдалап турап тастаймыз, қыздар, мынандай несіменен. Сосын жақсылап тұрып пияз бен саңырауқұлақты қуырып, оған мына кілегейімізді қосамыз да, қаймағымызды қосып, содан кейін аздап жаңағы мына неміз бар, ірімшігіміз бар, соны қосып, қалташаның үстіне салатын қоспамыз сол болады. Мына тауығымыздың ішіне қалташа жасаймыз қазір. Ой, бір керемет тамақ жасайық деп тұрмыз. Нұргүлжан, мүмкін болса мына пышақты алып, сәл үлкендеуін алып, мынау етіңізді ұсақтап, мына ұзынша етіп осылай турай берсеңіз, е? Уақыт оздырмайық. Қазір театрда қандай жаңалық болып жатыр? Театрда 1-2 күн бұрын бізде премьера болды. Өкінішке орай мен бара алмай қалдым. Бүгін өзі екеуміздің құпия сөзіміз құпия болады деп тұр. Жақсы өтті, көрермен жақсы қабылдады. Қазір жастар театрының сахнасында да, өз театрының сахнасында да өте үлкен күйлер келіп жатыр, иә, шүкір. Дядя Ваняға да, мен сүйікті ағатайыма да бардым. Өзіндік стилі бар, енді ол классика ғой. Өте ұнады, актерлардың ойыны, жалпы суретшінің ізденісі сахнада қойылған. Жақсы болды. Жақсы, тамаша. Енді ертеңнен бастап Алла бұйырса Ғабит деген жаңа қойылымның жұмысына, репетициясына кірісеміз. Ертеңнен бастап, иә? Осылай ғой, иә? Майымыз мінеке күйін кіреді бізге. Қазір отымды өшіре тұрайын, бізге керегі осы еді. Бұға мынау марковча деп айтып жатады ғой негізінде. Сондықтан бұны қазір біз аздаған сарымсақтан қосып, бұйырса, бисмилля.
Бұл салат тәбетті өте керемет ашады. Керемет ашады. Көңілге шуақ шашады деп қояйын. Шынымен де. Иә. Қазір мынау сарымсағымыз бар ғой, мына пияз дегеніміз мынау қыздар, иә, сарымсағымыз дегеніміз басқа. Сарымсақты қазір аздап бұны майдалап турап аламыз да. Мынаның ішіне сала қоямыз. Еттің иісі деген бұрқырап шығып жатыр. Бұрқырап шығып жатыр ма? Мен енді нені бүйтіп майда, бүйтіп хош иісін әбден бұрқыратып алып тұрғанды жақсы көремін да. Қазір біз мынаны дайындап алсақ, кейін асықпай сұхбатымызды да айта отырып. Жалпы ас үйде өзің қалайсың, Нұргүлжан? Білесіз бе, енді біз шындығымды айтайын, таңнан кешке дейін тамақ істеймін деп отырмаймын. Өйткені таңнан кешке дейін біз енді шығармашылық адам болғаннан кейін. Енді отбасым болған кезде мүмкін бөлер едім көбірек уақыт. Қазір енді көбінесе анам шаршайсың ғой деп дайындап қояды, бірақ та екеуміз көбінесе мен демалған кезде бірігіп жасаймыз. Сол кезде мақтап жатады. Өте дәмді деп. Иә, өте дәмді жасайсың. Мен көріп отырмын, ана қолына пышақ ұстаған келіншектің қалай ұстағаннан бастап оның дәмі қалай болатынын білемін мен. Иә, сіз көріп отырсыз. Ана көптен тамақ істемесең де қолың қайтып қалады ғой. Бірақ та істесем асықпай, баптап, майлы қылмай, солай істеймін. Ол жағына мен не қараймын. Ана тез-тез асығып жасай салған тамаққа қарағанда асықпай, бабымен. Бабымен. Қазір біз мені мынаған неке аздап тұзын сосын бұрышынан салып, мына ал енді бисмилля деп мына қызық жеткізесіз ғой қазір. Абайдан. Міне. Үйге қонақ келе жеңгелерім осылайынан жасап жатады. Көріп жүрем. Мен де кірісіп бір нәрсе істеп кетсем, ой деп таңғалады ғой, пысығын-ай деп. Құрбыларым да келген кезде өзім тамақ істеп жіберем. Сен тамақ істей алады екенсің ғой, неме айтып істейміз ғой. Үйде осылай ғана қызып тұрған от майымызды құя салып, иісі бірден бұрқырап шыға келеді. Көрдіңіз ғой, иә? Түрі қандай ол, әдемі болып шыға келеді. Енді бұның бетіне біз қазір жаңағы аздап мына немен өзі несіне жету үшін, деңгейіне жету үшін біз бүйтіп жауып қоя қоямыз. Өйткені бұл қазір өзінің майына шыланып, жақсы бір деңгейіне жетеді, біз бәрін турап біткенімше. Мінеке қыздар, бұл біздің пекин салатына қажетті сәбізіміздің әзірлігі осындай. Қазір міне аздаған қалған майымызға мен немізді қорып ала қоямын, мінеке. Саңырауқұлағымызды, бисмилля. Және де пиязымызды қурамын қазір. Енді Нұргүлжан, жалпы жаңа қазір театр әлеміндегі жаңалықтарды айтып кетті. Енді осы қазіргі таңда Смағұл Елубаев ағамыз енді белгілі, өзіңіз білесіз, жазушы. Сол кісінің айтуы бар, бір сөзі бар. Ел болам десең экраныңды түзе деген сияқты. Иә. Қазіргі кездегі мына өкінішке орай көгілдір экраннан сапалысы бар, сапасызы бар сериалдар жол тартып жатыр көрерменіне. Осы қаншақты көрерменнің талғамын бұзады, я болмаса басқа дегендей. Енді мысалы мына саудада да басқада да тек қана Қытайдың заттарын, болмаса арзан, болмаса мысалы кәмпиттің бір түрін ғана әкеп қойып, осыдан басқа жоқ десең, ол жей береді ғой енді. Сол сияқты. Енді осы сериалдарымыздың кейбіреуі арзан күлкіге, бәтуасыз күлкіге, ойланбайтын тірліктерге толы болып жатады, кейде өкінішке орай қарын ашырып. Осы жөнінде не айтасың, жаным? Сіз өте керекті, жаңағы өнер жолында керекті сұрақты қозғап отырсыз. Сол үшін мен өзім кастингтерге шақырғанда ұсыныстар болған кезде образымды талдап, оны зерттеуге тырысам. Қаншалықты бұл ертең экранға шыққаннан кейін көрерменге қандай ой салады деген үнемі сол жағын қадағалаймын. Көп ұсыныстардан бас тартқан кездерім болды.
қойшы жаңағы өз қара басымды ойлап осы түсе берейінші, кішкене болсын ақша ғой немесе әйтеуір көрініп қалам ғой деген менде ой жоқ. Бәрекелді. Иә, талғай. Олай екіден бір актер ондай неден ұсыныстан бас тарта бермейді қазір. Басында мүмкін бір жаңадан келіп жүргенде болған шығар. Бір-екі рет түсіп дегендей. Енді опыт керек болды. Одан кейін көре бастадым жан-жағымда. Саны бар, сапасы жоқ дүниелер пайда болды. Оны мен режиссерларды немесе өнер адамдарын балағаттап жатқан жоқ. Мүмкін сценарий дұрыс болмай жатады, мүмкін ол бағытын дұрыс алмағаннан кейін басында солай болып кетіп жатама. Мен ондай айтуға мен хақым да жоқ. Сондықтан өзіміздің көрерменге сапасы бар дүние, жаңағы жақсы дүние жеткізуге тырысамыз. Мен актриса ретінде сондай талғам жасаймын. Өте жақсы. Біз не істедік, қыздар, саңырауқұлақты қуырып жатырмыз, мінекей, пиязбенен тұзын бұрышын салдық, енді кілегейімізді қоса қоямыз, мінекей. Бұл бізге қазір қалташамызға салатын қоспамыз. Енді осының үстіне қазір мінекей, мына нені тура осының үстіне жасай саламыз. Әзірге өшіре тұрайық. Дәл менің жақсы көретін, жақсы көріп жейтін тағамдарымды жасап жатыр екенсіз. Солай ма? Мен енді бұны балқытпаймын, осылай ғана қоя қоямын, себебі бізге аса қатты балқыған керек емес. Мінекей қыздар, біздің мына тауық қалташасына салатын әдемі дәмді қоспамыз дайын болып қалды. Дәмі керемет сияқты. Біз мына неден қалташа жасап аламыз. Мына тауықтың етінен. Ол үшін біз оны бүйтіп ақырын ғана бисмилля. Шет-шеттерін жыртып алмай, былай құрқылтайдың ясы сияқты бүйтіп кесіп аламыз да. Мінекей, көрдіңіз бе? Осылай кесіп аламыз. Міне былай ішін бәрін бүйтіп ашыңқырап. Мынандай қылып қалташа жасадық, мінекей. Пышақпенен бүйтіп отырып жасадық, мінекей. Көрініп тұр ғой, енді дәл осы әдіспенен екіншісін жасап аламыз. Мінекей, екіншісінде дәл сондай қылып мінекей мен жасадым. Енді осыған қазір біз бұйырса ішін толықтыратын боламыз. Ал оған дейін бізге тағы да бір не керек болады? Ал енді Күнсұлу ханым тағы да нені турайын ба? Аха, соны турай ғой. Ұзын қылып, е? Ұзын қылып турай ғой. Оны біз қазір бір кесеміз. Бұл істек онда. Жаңа тураған заттарыңды мынаған сала бере ғой. Бірге ма? Аха, мынаған сала бере ғой. Сонда саған ыңғайлы болады. Біз молынан жасайық деп тұрмыз, е? Сөйтейікші. Мына жұмыртқаны қазір шағып, қазір мінекей енді біз мынаны доғалап жібереміз. Меніңше біреуі жеткілікті. Енді сіз бұның бәрін турай беріңіз. Менің келесі кезектегі ісіме кірісейін. Ол бізге не қажет болды? Бізге қажеті мына жақынырақ қойып қояйын. Жаңа сіздерге айттым ғой. Оны былай да жасауға болады. Енді үйде үнемі перчатка киіп жасамаймыз ғой. Сондықтан да менде үй тұрғысында қалай жасаймыз, солай көрсете қояйын деп тұрмын. Міне, Нұргүлжан, мынаның ішіне әдемілеп тұрып толтырамыз. Қалташаның ішіне. Көрдіңіз ғой? Бисмилля. Ештеңені рәсуа қылмаймыз. Бүйтіп. Піскеннен кескен кезінде ішінен шыға келеді ғой. Алқып. Бұны көбірек салайық былай. Салмасы көбірек болсын. Бұл дәмді салма. Бұны біз ұнға және жұмыртқаға аунатып аламыз. Кляр дейсіз ғой. Кляр деп жатады ғой сыртынан. Мінекей. Жұмыртқаға бір аунатасыздар. Мінекей. Көрген кезде бір жасаған кезде қиын сияқты көрінеді ғой. Өте оңай. Өте оңай. Мінекей, тағы да отымызды қыздыра қоямыз. Тек ерінбей пысықтау болу керек қой. Пысықтау болу керек. Ерінбеу керек, сосын. Жалпы дүние әдемі ғой. Оны әдемі, одан сайын әдемілету үшін осындай бір дүниелер жасап, ас мәзірін жасап, бисмилля. Бар махаббатыңды арнау керек тамаққа да, сонда шынымен де. Дәмді болады. Дұрыс айтасың. Тағы да мінекей аунатып аламыз. Тағы да мына сары неден турай қойса, және неден турасам болады.
қызылшадан турасаң болады. Енді жалпы өзің бала күніңнен бастап жаңа айтып қалдың, Ринатпен ауылымыз бір деп, шалғай емес деп, замандас болдық деп, жаңағы әртүрлі өнер шараларында бірге жүрдік деп. Өзің үйіңдегі анаң жайында, отбасың жайында айтып кетсең енді. Жаңағы анам, бауырларың жайында. Ол Аягөз қаласынан біз сол баяғыда әжем де, атам да бәрі көшіп кетті, осы Алматыға көшіп келді. Анам да қазір қасымда, отбасында біз екеуміз, ағам бар. Сол мен кішісімін, еркесімін. Енді екеуміз ғой енді. Ағамның да орны бөлек, тұңғышы, мен кенжесі. Мінеки біз мына немізді, тауығымызды, қалталы тауығымызды бір-бір екі жақтан жақсылап тұрып көріп аламыз. Енді біз бұны, Нұргүлжан, одан әрі қазір мына ыстық отқа жібереміз. Ол үшін бізге қазір бір 7 минутта бисмилля. Қазір мынаған саламыз да, отқа қоя қоямыз. Сөйтіп біз салатымыз одан әрі жасай береміз да, әңгімемізді жалғастырамыз. Міне, енді алтындарым, қыздар, келіншектер, қараңдаршы, қандай көркем, әрі көз тойдырады, әрі дәмді. Енді осы тауықтың етін біз мына қызып тұрған пешімізге 7 минутқа 7 минут. 7 минутқа, 7-8 минутқа қоямыз. Ғажап. Меніңше тамаша. Енді біз одан әрі мына ісімізге кірісейік. Және бұған бізге мына көксөктер керек болады. Бұның қай түрін аламыз? Мынау, мінеки. Маған білесіз бе, маған ана кинза деген ұнайды. Кинзаны жасаймыз, бірақ кинзаны біз өзгешелеу етіп жасаймыз қазір. Мынау салат жапырағын, бұны да былай сәл ұзынша етіп тұрайық. Мына шашының бираларын бүйтіп көрсетіп, мінеки, ұзынша етіп. Негізі өте пайдалы нәрсе ғой. Өте пайдалы. Ағзаға да жеңіл, жалпы. Мен енді былай көрсетіп қояйын қыздарға. Нұргүлжан, әдетте мына салатымыз жасап тұрып айта берейін. Сын түзелмей, сын айтылмаймен түзелмейді деп жатамыз ғой. Жалпы өнер адамдарына сын көп айтылады. Арнайы театр сыншысы деген өзі әрбір еңбегіне сын айтып, түзейтін жерлерін айтып отыратын адамдарымыз болады. Жалпы сынға қалайсың өзің? Сынды қабылдауың қалай? Ой, мен сынға өте дұрыс қараймын. Сын айтылса екен деп те тілеп тұрамын. Өйткені сын айтылмай сен түзелмейсің, өспейсің. Біз жалпы өнер адамдары, әсіресе мына актер, актрисаларға болды, сен өз-өзіңді дәлелдедің, сен нағыз актер, актрисасың, біз саған жаңағы 5 деген баға береміз деп айтылғанның өзінде де біз тоқтамауымыз керек. Біз әрқашан ізденіс үстінде жүруіміз керек. Әлбетте. Әрқашан айтылған сынды дұрыс қабылдап, сонымен жұмыс істеуіміз керек. Өте жақсы, өте тамаша. Бәрекелді. Мінеки, енді мына кинза деп айтып жатырмыз ғой. Керемет, астың дәмін келтіреді. Біз енді осыдан аз ғана битіп аламыз да, мынау немен жаңағы сарымсағымыз бар ғой, үгітіп тураған. Сол сарымсағымызбен қосып тураймыз енді бұны. Енді біз міне қыздар, мына салатымызды ақырына жеткізейік. Мына өзіміз дайындап қойған мінеки, иісін көрші. Ғажап, Аздаған ғана мінеки, мен сіздерге айтуды ұмытып кеттім, бұған аздаған сірке суынан 1-2 тамшы қосып жібересіз. Енді осыны мінеки түгелімен мына жаңағы туралған барлық көкөнісіміз бар, етіміз бар. Қандай керемет дәмді салат бұл. Енді осыған аздап қана сұйық майдан және де мына соя тұздығынан құямыз. Сөйтіп бәрін әдемлеп, осы жолы біз көбіректен жасап жатырмыз. Түсі қандай керемет. Түсі тамаша. Соя тұздығынан аздап құйып жібереміз. Маған ұнайды соя. Өте пайдалы ғой бұл. Өте пайдалы. Бұны салған уақытта біз бұрышты, тұзды дәміне қарай нетеміз, көреміз. Бисмилля. Түгетпейді.
Мінекей, бұл біздің бүгінгі салатымыз. Енді ыдысымды сәл дұрыстау нетпеген сияқтымын, бірақ көп адамға жететіндей. Мінекей, еті де бар ішінде, көксөгі де бар, сәбісі де бар, қызанағы да бар. Қандай ғажап. Бұны әрлеудің, ештеңе етудің қажеті жоқ. Бұл кәдімгі Пекин салаты. Біз оны расын айтқан кезде бағдарламамызда, жалпы әр бағдарлама сайын жаңадан бір салаттар, салат түрлерін таныстыруға тырысамыз қыздармен. Меніңше бұл керемет. Кәдімгі үйде қазір енді соғымбасы деп жатамыз, қыздар. Піскен ет көбінен қалып қойып жатады. Сондай кезде піскен етті жаяңыз болса тіптен керемет болады. Жаңа қара еттің піскен бір кусогын алып қойсаңыз, бір бөлшегін өстіп дайындап қоя қойсаңыз, мінекей, қаншама адамға ас мынау. Керемет, ғажап. Шыдамай бара жатырмын. Тамаша. Міне, әбден араластырдық. Енді бұны мына ыдысымызға салайық. Пекин салатының құрамымен таныстырдық. Мен ана бір айтады ғой, әдемілеп деген бір фантазиямды қоссам бола ма? Әрине, еркіңіз. Осының үстіне. Ресторандағыдай болады. Төсеніш қылып қойын деп жатсыз ғой. Жақсы, бәрекелді. Дегеніңіз болсын. Қазір бүйтеміз. Бисмилля. Бұл өте сондай. Мен енді пайдалы ғой. Өте пайдалы, біріншіден, өте дәмді, екіншіден. Байқаған болсаңыз, біз бұған тұз салмадық. Осы бәрі өзінің табиғи дәмін бұзбай, мінекей, еттің үстіне салсақ тіпті керемет болады. Пекин салаты. Құрамы: сиыр еті, сәбіз, қызанақ, қияр, түрлі түсті тәтті бұрыш. Дайындалу реті: ең алдымен сәбізді үкіштен өткізіп аламыз, тұз, бұрыш қосып, табаға қыздырылған шамамен 50 градус сұйық маймен араластырып, жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Одан соң етті, қиярды, қызанақты, тәтті бұрыштарды және болгар бұрышын ұсақ әрі жіңішке етіп тураймыз. Кинзамен салат жапырақтарында турап аламыз. Жарты сағат көлемінде тұрған сәбізді ашып, аздап сұйық май, соя тұздығын құямыз. Бәрін араластырып, тәрелкеге қалауыңызша сәндеп салсаңыз болады. Астарыңыз дәмді болсын. Қадірлі қыз-келіншектер, біз Нұргүл екеуміздің әзірлеген қалталы құстың төс етінен жасалған дәмді тағамызды пісіп қалды. Мінекей, сіздерге айттым 7 минутта дедім. Мынадай қағаздарыңыз осындай қоңырқай түске боялса 7 минут өтті деген сөз. Қалжыңдап қояйын енді. Бұл мінекей біздің тағамыз пісті. Енді бұны біз әдемілеп ыдысқа салайық. Бұны біз бөліп те, бөлмейде салуымызға болады. Бұлай ортасынан бір кесіп, бұлай жасаймыз мінекей. Ыстық қой бұл. Мінекей, ішіндегі салмасы осындай болды. Көрдіңіз ғой? Қандай керемет, дәмді болып пісті. Енді бұған біз мына екіншісін бүйтіп қоя қоямыз. Бұлай. Көрдіңіз ғой? Тура. Ресторандағыдай ғой. Енді екіншісін тура жанына қоя салсақ та болады. Қалай жасасақ екен? Екіншісін мен көбірек бүйтіп турап-турап қоя қояйын. Бұл енді өте дәмді сияқты меніңше. Мінекей. Бисмилля. Одан кейін қатты майлы емес, Өте, қатты майлы емес. Өйткені сіз ана оны қуырғаннан кейін, пешке піскеннен кейін майы кетіп қалатын сияқты. Көбірек мінекей салмасында көрсетіп қояйық. Тауықтың төс етіне жасалған қалташа. Құрамы: тауықтың төс еті, саңырау құлақ, пияз, кілегейлі қаймақ. Дайындалу реті: саңырау құлақ пен пиязды ұсақтап турап, майға қуырамыз. Тұз, пияз қосамыз, кілегейлі қаймақты құйып, араластырып, бірден отымызды өшіреміз. Тауықтың төс етінің шетін бейнедегідей етіп кесіп, ішіне қуырылған қоспамызды саламыз. Онға
Одан соң жұмыртқаға аунатып, майға қуырамыз. Табаға пергамент қағазын төсеп, тауық етін қойып, 200 градуста қызып тұрған пешке 7-8 минутқа саламыз. Тауықтың төсетіне жасалған қалташамыз дайын. Өз қалауыңыз бойынша әрлесеңіз болады. Бастысы бұл тауық еті, қалталы тауық еті, мінекей көрдіңіздер, иә, мен көрсетіп қояйын былай. Майдалап та тұрадым, былай да қойдым, енді көңіліңіздің қалауы білсін. Пекин салатын жасадық, сәл күрделірек бүгін. Тауықтың төсетінен жасалған қалталы әдемі дәмді тіске басар жасадық. Енді Нұргүлжан, біздің бағдарламамызға келіп, өзіңнің ішкі ойыңмен бөлісіп, дәмді тамақ жасауға көмектесіп, қазіргі Келінжан сериал жайында біраз сөз айттық. Тағы да бір мәрте өзіңнің мына көгілдір экраннан өнеріңді, өзің түскен сериалдарды тамашалап отыратын сіңілдеріңе, жеңешелеріңе, аналарыңа айтатын тілегің болса? Біріншіден сіздерге тағы да рахмет. Өте халыққа өте сондай қажет бағдарлама сіздердікі. Мен айтарым, енді көрерменіме рахмет айтамын, тілектеріне, ниеттеріне рахмет айтамын. Дастархандарыңыз әрқашан мол болсын, тек жақсылыққа, тойға жайылсын. Осындай берекелі, жаны жайсан, абысындарын көп болсын. Сіздерге тағы да рахмет. Бәрекелді, өзіңе де көп рахмет. Алдағы өміріңе, өнеріңе шығармашылық табыстар, ал өміріңе өзіңді қуантатынды, жүрегіңді шын қуантатын, сенің көптен күткен ең үлкен жақсылықтарын қуанта берсін деп айтқым келеді. Қадірлі көрермендер, Тәтті тайм бағдарламасы өзінің кезекті санын аяқтайды. Тұрақты түрде демеушілік танытып жүрген Әл-Хайыр халал мейрамханасына шексіз ризашылығымызды білдіре отырып, келесі аптада жүздескенше ауыл аймақ түгел аман болсын дейміз. Асыл арна қосылы болсын.